Ассалаумағалейкум аға. Уағалейкум ассалам. Ресторан Дель Папасына қош келдіңіз. Ой, көп жасап алам, күндерің сәтті болсын. Маған ертеңгі күнге бір демалатын орын керек бір сағат. Ертеңге ме? Ертеңгі күнге. Сағат неше? Сағат 11-ден 12-ге дейін. 11-12-ге дейін, да? Сізге залды көрсетем? Залың өте жақсы екен, жарық екен. Рахмет аға. Мына отыратын жерімде тамаша. Сізге мына орынды бұл жерден жақсы демалып отырайық енді. Сол жасаға сізге ертеңге 11-12-ге қарай мына столды бұрынға қоямыз. Жақсы, рахмет, рахмет. Кереметтей әдемі қара торы жігіт болды. Мен бірақ енді толықтау болдым, сардамалақ қыз болдым. Шаш дегенім мына тірсекке түседі. Өзі жабысты ғой, өзі. Енді мен сондай ұяң болдым. Бұл кісіні көргенде қатты ұялам, сөйлей алмаймын. Тек айтатыным бәрін қатқа жазып, сол арқылы гәне сөйлесіп жүрдік. Сол хат арқылы танысып жүріп, мен оқуға кеттім, бұл кісі солдатқа кетті. Сонда да арамыз алшақтаған жоқ. Бұл кісіде әлі бар, сол кезде жазған хаттар неге тігіп қойған папкеге. Бұл сумкада менің түгел тарихтарым бар. Менің тарихтарым мынандай міне. Жаңағы мына кісінің жазған хаттары, маған жазған хаттары. Жазуым тіпті тамаша екен дейсіз. Жазым өзін тағылып отыр. Енді бұған 55 жыл болды ғой ең ескісіне. 50 жылдан асып кетті. 50 жылдан, 51-52 жылдар мөлшерінде. Мына кісі маған не жазды ма түгел тұр. Жылап жазғаны бар, құшақтап отырмын деп жазғаны бар, мен сізден атам деп жазғаны бар. Бүгін сенен хат алдым, сондай қуаныштымын, өйткені көп болды хат жазбадым. Службаң қалай өтіп жатыр, маған алаңдама, бәрі жақсы, тек аман келсең болды. Емтиханымды өте жақсы тапсырдым, сені сағына күтуші, өзіңнің күзияң. 12 ай, 68 жыл Семей. Біз 1968 жылы мектепте мына кісі менен бір класс темір оқыды. Сол кезде қыз баланы үйден шығармайды ғой қазақтың тәртібінде. Сонда хат жазамыз, біреуден хат береміз. Сөйтіп жүріп, бұл кісі маған жазады, мен бұл кісіге жазамын, сөйтіп хат жазып жүріп таныстық. Содан кейін енді таныса билегенде бірге билейміз. Болайық жақыннан таныс, әуенге ырғалып бірге, ортада билейік вальс, хор қызы секілді бейне, отырсың көңілді күйде, қолымды ұсынып саған, келіңіз шақырам биге. Ауылды жерде енді ол кезде ресторан жоқ, палатка тігеді. Сол палатканың ішінде есік алдында үйге кіргізіп алып, сол есік алдында шығарып той өткіздік. 10 бітіргендегі ақ көйлекті киіп, басымызға шілдер бар ғой, мынада 1 метр. Сол бетіне жерін түйесіп кидік енді, онда дайындалып барып нетпеген аяқ астында. Аяғында төпілейді жоқ, біреудің төпілейді. Төпілей болғанда қара төпілейді. Ақ төпілей жоқ қой. Ақ сырға бояп солай кидім. Ақ төпілей киеді ғой үйленгенде. Жоқ қой, жоқ. Ақ төпілей жоқ, магазинде де жоқ. Ол кезде енді 70 жылдары көп дүние жоқ, түспейді ғой магазинге. Содан кейін не істеу керек? Ақ краскаға, қара төпілейді аққа бояп, сонымен ақ төпілей қылып шығарып, сонымен киіп шықты. Бұл кісіге де ғашық болған қыздар болды, маған сөйлескен жігіттер болды. Бірақ әлгі әуелгі сөз рақым деп алғашында кезіккен адам сол бір-бірімізді сақтап ұстап қалдық. Сол беті 5 жыл жүріп қосылдық. 7 баламыз бар. Соларды оқытып, тәрбиелеп, бір-бір семья қып, 20-дан асқан немереміз бар, 3-4 шөбереміз бар. Солардың ортасында жүріп жатқан жайымыз бар енді. Өжет өткір болдым.
соған басқа біреуге бергісі келіп бермей әңгіме шығарды ғой әке шешесі. Мен оқуда жүргенде құда түсіп қойыпты біреуге. Құда түсіп қойған, соған баяғы салт дәстүрді бұзбас үйтем бүйтем деп. Оған жастар көл емес ол. Анатау қалқасай, анатау қалқасай, шалқып бір жүргенім, ұрпақтың арқасай, ән болып жыр болып, жүректі тербейтін, бақытта байлықта. Бірімізді біріміз сағынып, іздеп, соны жылы сөз бір айна тарақ берсе де соған мәз болып жүрдік қой енді. Отбасында түртіспей тұрмайсың, бірдеңеге ренжімей тұрмайсың. Соның бәрін біреу ренжігенде қазақта сөз бар, әсем болсаң бәсең бол деген сөз бар. Біреу әсем болса, біреу бәсең болып тұру керек. Тағдырдың жазуы күнделікті өмірдің қандай жағдайда болсын, қиыншылықтарда кезігеді, жамандықтарда кезігеді. Соның бәріне төзе білу, соның бәрін шыдай білу. Сол шыдамдылықты сақтай білетін отбасының екі мүшесі. Мен бақырсам, мына кісі дауысын шығармай бірдеңесін шұқылап істеп теріс қарап кетіп қалады. Сосын бұл кісі бақырса, мен есік жабамда кішкене жағдайым келгенше далаға шығып кішкене жүріп келем. Сонымен ашу тарқайды, қайтып келіп, ой, чай қайда, ой, нан қайда, балалар тамақ ішті ме, не істеп жатырмыз деген әңгімелеріміз туып жатады. Соның өзі сол жаңағы сіз біз сыйласын берекеден туатын әңгіме ғой бәрі. Сыйласын береке деген қалмайды ғой адамдардың арасындағы. Бір ауыз сөзіңді кімге айтасың, жалғыз отырсаң, балаңа қашан сөйлесің, ол кетіп қалады. Шалың болса, соған айту бірдеңкені айтып отырасың, чай ішсең де, бірдеңке істесең де, телевизор көрсек те айту сөйлесіп отырасың ғой енді. Іздейміз ғой, әрине, мына кісі 1-2 сағат жоқ болып кетсе, не чай іше алмайсың, даже біреу есік қағып тұрғанда қорқасың. Ал мынау мен бір жаққа кетсем, бұл қашан келесіңнің астынан алып, не магазинге жібермейді, жалғыз. Бірге жүреміз. Енді ол Күрішшігіміз болсын. Грузчик ие. Ана жүкті алады да сал, мынаны сала сал, ала сал. Өзіңнен өзің қорқасың. Жалғыз Құдай енді бірге әкетсе деп жүрміз енді, қайдан білейік Алланың қолында ғой. Сен өстіп жүресің бе, жүріп кеттік, бір жерге барып демалып келейік жүр. Тез жинада кеттік жүр енді. Бұл өмір таусылмайды. Бұл уақыт жетпейді. Әр уақытта кішкене демалысқа жететін ештеңе жоқ. 70-тен асқанда кішкене демалып қайтайық, жүріңіз. Таңғалып жүрмін, шынын айтқанда түнімен ұйықтағам жүр, бұл не істеген жүр кәрдегенде деп. Жас кезден де істей алмаған мүмкін істеген жүрген шығар енді, оғанда тәуба дейміз, осы уақытқа дейін қосыласып бірге келеміз ғой міне. Айтпайсың ба? Ол енді айтылмайды. Іздейміз ғой, әрине, мына кісі 1-2 сағат жоқ болып кетсе, не чай іше алмайсың, даже біреу есік қағып тұрғанда қорқасың. Ал мынау мен бір жаққа кетсем, бұл қашан келесіңнің астынан алып, не магазинге жібермейді, жалғыз. Бірге жүреміз. Отбасында түртіспей тұрмайсың. Мен бақырсам, мына кісі дауысын шығармай бірдеңесін шұқылап істеп теріс қарап кетіп қалады. Сосын бұл кісі бақырса, мен есік жабамда кішкене жағдайым келгенше далаға шығып кішкене жүріп келем. Сонымен ашу тарқайды, қайтып келіп, ой, чай қайда, ой, нан қайда, балалар тамақ ішті ме, не істеп жатырмыз деген әңгімелеріміз туып жатады. Соның өзі сол жаңағы сіз біз сыйласын берекеден туатын әңгіме ғой бәрі. Мен қазір бір жерге барып келейін, қазір келемін. Для меня это довольно интересно, когда работаешь и встречаешь такую пожилую пару, которая еще так сильно любит до сих пор друг друга, ходят вместе в ресторан, на свидания, дарят друг другу цветы. Это прям очень интересно, и обслуживать их очень приятно становится.
прям душа радуется. Я был бы очень рад, если бы у меня так сложилось. Такая крепкая любовь на всю жизнь.